Мен әрдайым өткеннің иісі сіңген, терезе алдына қонған шаңның өзі естеліктерді еске салатын жерге қайта тартылатынмын. Үнсіздіктің өзі сөзден де қатты сөйлейтін орын. Өзіме қаладағы өмірден, шексіз шудан, адамдардан, тынымсыз қарбаластан шаршадым деп қана айтатынмын. Картадағы қалған ақшамды түгел шешіп алып, Белоруссияның оңтүстігіндегі ұмыт бола бастаған шағын ауыл Брагинчеге билет алдым. Ол жерде ағам тұратын. Нақты айтсам, ол менің туған ағам емес, анамның немере ағасы. Бірақ біз оны әрқашан Валера ағай дейтінбіз. Үйі орманның дәл шетінде орналасқан, ескілеу болса да бер. Өзі де сондай тұйық мінезді, қолдары дөрекі, көздері сұр, айтқандарынан гөрі көп білетіндей әсер қалдыратын. Бұрын оны үндемейтін салқын адам деп есімде сақтағамын, ал енді көзқарасында бір өзгешелік бар еді. Жылдар оған еркектік пен қуат қосыпты. Ал маған бір кездері аулада жалаңаяқ жүгірген қызға пішін мен сенімділік сыйлаған. Алғашқы таңды ұзын жейде мен шұлық киіп қарсы алдым. Эмальді кружкадағы кофе, ылғалды ауа, тыныштық. Валера үстел басында футболка мен спорттық шалбарда отырып кесесін алақанына қысып жылынтып отырды. Біз көп сөйлеспедік, бірақ оның маған қарағаны мені таразылап тұрғанда еді. Сол күні үйдің артындағы қораны жинауға бел будым. Ауа ыстық, тұншықтырардай ауыр. Қысқа джинс шалбар, кең ақ футболка киіп, етегін ішім тұсынан түйіп алдым. Шашымды түйіп қойдым. Әдейі арандатушылықпен көрінетінімді білдім, бірақ бұл мені тоқтатпады. Қорадан шөптің, ескі бояудың, темірдің иісі аңқыды. Тақтайлардың арасынан түскен жарық еденге сахнадағыдай жолақтар сызды. Мен шегелер салынған қораптарды, құрал сайман толы шелектерді көтеріп жүрдім. Шаң көтеріліп теріме қонды. Бір жерде тақтай сықырлады. Бұрылып қарасам, ол есік жақта сүйеніп тұр, көйлегінің түймелері ақтылған. Көзқарасы өткір, қозғалмайды. Біз үн қатпадық. Қажеті де жоқ еді. Мен жұмысымды жалғастырдым, әдейі арқамды беріп. Қаттырақ еңкейіп, баяу түзелдім. Ол жақындамады, бірақ бар екені сезіліп тұрды. Бұл маған қол тигізгеннен де қатты әсер етті. Шелекке еңкейгенімде еден тағы сықырлады. Ол ішке кіріп маған өте жақын тұрды. Арамыздағы ауа қоюланып кеткендей болды. Ыстық емес пе? Деді қарлығыңқы дауыспен. Ал сізге ше? Деп жауап бердім, бұрылмай. Даусым дірілдеп шықты. Сол сәтте оның қолы беліме тиді. Жыла күс басқан, баяу. Мен қорыққанымнан емес, ішкі ширығудан қатып қалдым. Қарсылық көрсетпедім, шегінбедім. Ол түсінді. Қайтып келмеуім керек еді деп сыбырлады. Бұл дұрыс па еді? Мен оған бұрылдым. Бетіміз бір-біріне тым жақын. Ол мені сүймеді. Күткендей тұрды, қорыққандай. Бірақ қолдарының дірілдегенін көрдім. Ол маған қол тигізгісі келді. Денем оның шешімсіздігіне керілген ішектей жауап берді. Мен оның қолын қайта ұстап, футболкамның астына, ішіме қойдым. Бұл кенеттен болған емес, бұл қалаудың өзі еді. Тым ұзақ, тым анық. Біз бір-бірімізге қарап тұрған орнымызды ұмыттық. Ағаш қораның күңгірт жарығында, шаң мен тат басқан шелектер арасында менің ішімде бір нәрсе өзгере бастады. Мен үнсіз шығып кеттім. Ал ол ішінде қалды, көзқарасы менімен бірге кетті. Келесі күндері өзімді екі жолдың ортасында жүргендей сезіндім. Екеуміз де бәрін қалыптыдай көрсетуге тырыстық. Мен үй шаруасына көмектестім, тауықтарға жем бердім, құдықтан су тасыдым, терезе жудым. Валера шатырды жөндеді, тракторды түзет, отын жарды. Аз сөйлестік, бірақ әр қимыл, әр көзқарас жасырын мағынаға толы еді. Ол маған жақындамады, бірақ қашқақтамады. Денемнен өзі қоюға қорқатын сұрақтарға жауап іздегендей қарап жүрді. Бірде жаңбырдан кейін аулаға жалаң аяқ шықтым. Шөп дымқыл, жабысқақ, бірақ балғын. Үстімде жұқа иықбаулы мақта көйлек суланып денемді айқын көрсетіп тұр.
Ластамас үшін етегін көтеріп, оның қасынан бейқам өткенсіп өттім. Валера қора жанында шелек ұстап тұр екен. Көзқарасы ілмек секілді мені ұстап алды. Суық тиіп қалар деді. Ал сіз мені жылтарсыз, дедім тоқтамай. Отпен ойнап жүргенімді білдім, бірақ өзімді тоқтата алмадым. Терім оның көзқарасының астында шымырлап тұрды. Кеудем ауырлай түсті. Ылғалды ауа мен оның үнсіздігінен емшегім қатайып кетті. Бүкіл денем көбірек сұрап тұрды, ал ол үнсіз қалды. Кешкі асқа оның шкафынан тапқан ескі көйлегін киіп, шашым су күйі кірдім. Көйлек маған тым үлкен, бірақ оның иісі бар еді. Үстелге оның қарсысына отырдым. Ол басын көтерді. Бетінде бір жабайы ұшқын жарқ етті. Мұны әдейі істеп жүрсің бе? Деп сұрады жай ғана. Әдейі істемегендей көрініп тұрмын ба? Ол тамақ жемей, тек қарап отырды. Менің саным ағаш орындықпен төмен сырғыды. Шашымды иығымнан асыра лақтырдым. Көрсін дедім. Болды, сен ойын ойнап жүрсің. Мен тірімін. Сол түні тағы ұйықтамадым. Оның үй ішінде жүргенін, тақтайлардың сықырын естідім. Қадамдары есігімнің алдында тоқтап қайта алыстады. Ол қалады, бірақ қорқады. Мен де қорықтым. Таң алдында ояндым. Түнгі жейдем сырғып, иығым ашылып, кеудем жартылай көрініп тұр. Сыртқа шықтым. Ауа су секілді қою еді. Құдықта бетімді жудым, салқын судың бетіме шашырауына мүмкіндік бердім. Кенет жақындаған дыбыс естілді. Валера екен, үстінде тек шолақ шалбар, үсті жалаңаш. Терісі шықпен терден дымқыл. Ол үн қатпай сүлгіні ұсынды. Мен сүртіндім, көзінен көзімді алмадым. Ол шыдай алмады, жақындап қолымды қысып ұстады. Көздері жанып тұрды. Мен де тайынбадым. Біз дымқыл жерде, жалаң аяқ, жартылай жалаңаш тұрып, бір ауамен тыныстадық. Болмау керек еді, бірақ қалайсың ба? Ол баяу басын изеді. Ылғалды жел жейдемнің етегін көтерді. Оның саусақтары саныммен сырғыды. Мен қалтырап тұрдым, суықтан емес. Оның маған қарағанынан, маған тиюінен, мені өмір бойы оқығысы келген тыйым салынған кітаптай аялап ұстағанынан. Ол қолын мойнымнан төмен, бұғана сүйегіме дейін жүргізді. Мен көзімді жұмдым. Сөз жоғалды. Тек тыныс пен тері қалды. Жүр. Біз үйге қайттық. Мен алда жүрдім, ол соңымнан ерді. Оның жылуын, ширығуын сезіп тұрдым. Іште қараңғы, тек ай сәулесі еденге түскен. Жарықты жақпады. Оның бөлмесі ағаш пен темекі иісінде еді. Мен төсекке отырдым, ол қарсыма отырды. Бірнеше сәт үнсіздік, тек тыныс. Сосын ол еңкейіп, маңдайымды ернімен сипады. Баяу, ұстанды. Мен оның мойнынан құшақтап, шашына саусақтарымды жүргіздім. Сырттай сабырлы көрінсе де, денесі дірілдеп тұрды. Оның ішінде құмарлық пен қорқыныш арпалысып жатқанын сездім. Мен екеуміз үшін де шешім қабылдадым. Көйлегі иығынан сырғып түсті. Оның қолын терісі дүрсілдеп тұрған жерге қойдым. Тым әдемі, дұрыс болу үшін деп демін шығарды. Ал егер дұрыс нәрсе сен қалағаның болса ше? Біз үнсіз жата кеттік. Оның қолдары жылыда берік, зәкір секілді. Саныммен, арқаммен, мойныммен сырғып, ұмыт қалған бір нәрсені іздегендей. Мен иіліп, бәрін қабылдадым. Сөзде, кінәда жоқ, тек құмарлық пен сенім. Сосын ол тоқтады. Мен жалғастыра алмаймын. Енді білемін деп сыбырладым. Мен тек сенің шын екеніңді сезгім келді. Ол мені қатты құшақтады. Ауыртып жіберердей. Біз ұзақ жаттық. Сол сәтте оның менікі екенін түсіндім. Ол өзі әлі толық ұқпаған еді. Ол түннен кейін бірдеңе өзгерді. Сөзде емес. Біз әлі де қысқа, құрғақ сөйлестік, ештеңе болмағандай. Бірақ денелеріміз алдай алмады. Мен жанынан өткенде ол қатып қалатын. Бірдеңе бергенде саусақтары артықтау кідіріп қалатын. Әлем тып-тыныш болып кеткендей.
Тек біз және айта алмағанымыз ғана қалды. Мен үйде әдейі бөгеле бастадым. Сөредегі орамалды түзеп не шүберекті ұзақ жуған болып, раковинаға еңкейіп тұратынмын. Жаз ыстық еді. Көбіне іш киімсіз, тек футболка мен жұқа белдемше киіп жүрдім. Жалаң аяқ, санымның ішкі жағын желдің сипағанын сезіп, оның қалай қарайтынын көрдім. Қарамауға тырысты, бірақ қолынан келмеді. Бірде сүлгі алу үшін моншаға кірдім. Валера сонда екен, жартылай жалаңаш, буға оранып, иықтарында тамшылар сырғып тұр. Мен тоқтап қалдым. Ол да. Арамыздағы үнсіздік гуілдеді. Мен үн қатпай ішке кіріп, есікті жаптым. Бұл бәрін қалыңдатып жіберді. Шық деді ол. Өзім аламын. Бірақ мен шықпадым. Сүлгіні іліп тұра бердім. Жейдем кеудеме жабысып, емшегім анық көрініп тұрғанын сездім. Ол көзін бір сәтке жұмды. Мен жақындадым. Арамызда алақандай ғана қашықтық қалды. Қорқасың ба? Деп сыбырладым. Иә. Оның қолын алып, ерніме апарып, саусақ буындарын, сосын білегін сүйдім. Ол дір етті, ал мен дауыл алдындағы желдей тыныш едім. Қаламаймын дедім көзінен қарап. Ол айтпады. Оның орнына кенет мені құшақтап алды, бір сәтте бәрін шешкендей. Денесі ыстық, дымқыл, қолдары берік, бұл жолы күмән жоқ еді. Біз бір-бірімізге шырмалып кеттік. Ернім мойныма, иығыма тиді, мен күнге ұмтылған шырмауықтай оған қарай елдім. Ол мені көтеріп, орындыққа отырғызды. Тізелерім оның белін қапсыра құшақтады. Бұл бәрін жасырып тұрды. Тек тынысымызбен тақтайдың сықыры естілді. Бір қолы белімде, екіншісі мойнымда. Ол мені қымбат қазынадай ұстады. Мен оны құшақтап, маңдайымды бұғана сүйегіне тіреп тұрдым. Енді сен меніксің деп сыбырладым. Ал сен менің бәлемсің деді ол. Мен жымиып күлдім. Өйткені бұл шындық еді. Мен оның бәлесі едім, ал ол менің отым. Сол күннен кейін біз жиі үнсіз қалатын болдық. Бірақ ол үнсіздік ыңғайсыз емес еді, жаңбыр алдындағы ауыр ауадай қою болатын. Бұрын жасырғанымыздың бәрі кездейсоқ жанасулардан, салмақты көзқарастардан, сөз артық болатын сәттерден көрініп тұрды. Келесі күні өзенге шомылуға шештім. Ол отын жинауға кеткен, мен үстелге хат қалдырдым. Жағадағы оңаша жерді тауып, көйлегімді шешіп суға кірдім. Күн сәулесі бетінде ойнап тұр, салқын су терімді шымырлатты. Мен рахаттандым. Үстімде тек кеудемді әрең жапқан ақ орамал бар еді. Шалқамнан жатып аспанға қарадым. Сол сәтте аяқ дыбысы естілді. Ол жағалауда қап арқалап тұр екен, мені көріп қатып қалды. Мен жасырынбадым. Су кіндігіме дейін жетіп тұрды. Матаның астынан емшегім айқын көрініп тұрды. Салқындағым келді дедім. Қосыласың ба? Ол жауап бермеді. Аяқ киімін шешіп көйлегін тастап суға кірді. Жақындады. Арамызда ағыс қозғалып жатты. Ол алақанын бетіммен, мойныммен жүргізді. Маңдайларымыз тиді. Тынысы ернімді сипады. Ол асықпады. Жайдар еді, бірақ ішінде дауыл тұрғанын сездім. Біз бәрін білдіруіміз мүмкін деп сыбырлады. Немесе бәрін шын мәнінде өмір сүрерміз дедім. Ол қолымды ұстап кеудесіне басты. Жүрегі қатты соғып тұрды, уақыттың шектеулі екенін білгендей. Шомылудан кейін үнсіз қайттық. Ол менің соңымнан сәл артта жүрді, қасымда жүруге қорыққандай. Ал мен бәрін қаладым. Оның тынысын, қолын, өзін жоғалтатын сол көзқарасын қайта сезгім келді. Кешке қарапайым ас дайындадым. Ас көк қосылған картоп, қияр, қара нан. Барлығы қарапайым, ауылша еді. Ол ескі көйлекпен үстел басында терезеге қарап отырды, ал мен ас үйде жалаң аяқ, түймелі үй көйлегімен жүрдім. Жұқа мата терімді сипап тұрды, үстіңгі түймелердің екеуін әдейі ақтып қойдым. Ас үй ыстық, тер тамшылары арқамен, кеудеммен төмен сырғып жатты. Оның көзқарасының маған қайта-қайта ауғанын көрдім. Ол баяу жеп, табағын шетке сырып, орнынан тұрды.
Мен де тұрдым. Кенет ол дәл алдымда болды. Алақаны бетіме тиді, өзі де сенбей тұрғандай. Көзқарасы ернімнен бұғаналарыма дейін сырғады. Мен демімді ұстап жүрмін. Сен маған тыныштық бермейсің деп сыбырлады. Өйткені мен сенің ішімдемін бе? Сен жазылмайтын дертсің, ал мен тыйым салынған, бірақ қажет дәрімін. Ол мені күрт сүйді. Бұл нәзік сүйіс емес еді. Бұл жарылыс. Бар ұстанымыз үзіліп түсті. Ол мені қабырғаға қысып, қолдарын көйлегінің астына жіберді. Мен оның шашына жармастым. Ол мені көтеріп бөлмеге алып кірді. Ағаштың, темекінің, менің опамның иісі. Ол мені төсекке жатқызып, бас жағындағы үстелге сүйеніп қарап тұрды. Тынысым үзіліп кетті. Мен ұялмай аяғымды жай аштым. Енді қарапайымдылықтың мәні жоқ еді. Ол көйлегін шешті. Тыртықтар күнге күйген тері, керілген бұлшық еттер. Менің еркегім. Ол жаныма жатып, саусағымен маңдайымнан, мойнымнан, кеудемнің сызығымен баяу өтті. Оның алақаны күту ғана терімді ылғал еткен жерге төмен сырғады. Мен қарсы болмадым, ашылдым. Ол мені бүкіл әлемнен қорғағандай үстіме жабылды. Біз тағы да үн қатпадық. Барлығын дене айтты. Әр қимылы мойындау секілді. Оның мені жібермей ұстағанын сездім, бұл түс болып кетпесін дегендей. Мен айқайлағым келді, күн мен найзағай бір мезетте толтырғандай сезімнен. Мұны мәңгі есте сақтаймын, деді ол, екеуміз бір жамылғының астында қалжырап жатқанда. Ертең бәрі бітсе де. Ол мені өзіне тарта түсті. Мен маңдайымды кеудесіне тіреп, жүрегінің соғысын тыңдадым. Ол менікімен бір ырғақта соғып тұрды. Келесі күні таңертең ескі үй телефоны шырылдады. Ол тұтқаны алып қатып қалды. Беті бозарып кетті. Әңгімеден кейін маңдайын алақанына тіреп отырды. Анам ауруханада, деді жай ғана. Лидаға баруым керек. Мен сұрамадым, тек заттарын жинауға көмектестім. Ол автобуспен кетті. Қақпа жабылған сәтте үйдің іші босап қалғанын сездім. Тым бос? Ауада бөтен, есіктің сықыры да жат еді. Ол өзімен бірге сөмкесін ғана емес, арамыздағының бәрін алып кеткендей. Күні бойы оның футболкасымен жүрдім. Балконда көйлегім кепті. Оның заттарын ұстадым, жейдесін, кружкасын, сүлгісін. Барлығы оның иісіндей, әсіресе төсек. Мен оның төсегіне жатып бәрін бірден сездім. Оның мені қалай ұстағанын, қалай қарағанын, қалай үндемегенін. Мен ауырсынудан емес, толып кеткеннен жыладым, денемді құмарлық, қорқыныш, махаббат пен тығырыққа тірелу толтырып кеткендей. Сосын бәрі кетіп, күту ғана қалды. Ол 3 күн хабарласпады. Не істерімді білмедім. Хабарлама жазып жібермедім. Оның бөлмесінде ұйықтадым. Аз-аздан тамақтандым. Бір түні қадам дыбысын естідім. Түс көріп тұрмын ба деп ойладым. Бірақ бұл шын еді. Есік сықырлап ашылды. Ол кірді, қырынбаған, тажыған. Көзінде шаршау мен сағыныш. Мен қайтпай тұра алмадым, деді. Үнемі сені ойладым. Мен білдім. Сездім. Мен қорқамын, деді ол төсектің жанында тізерлеп. Бұл дұрыс емес пе деп. Осыншама қатты сезілетін нәрсе қате бола алмайды. Мен оны өзіме тарттым. Біз қозғалыссыз жатып құшақтастық. Енді не дене, не жан бірін-бірі жібере алмады. Бірақ бұл аяқталудың бастамасы еді. Ол оралғаннан кейін сыртта емес, ішімізде бірдеңе өзгерді. Біз ойнауды доғардық. Біз сонымен өмір сүрдік. Бір төсекте ұйықтадық, бір табақтан тамақтандық, үнсіздігіміздің өзі. Мен сенікімін деп тұрғанда еді. Таңертең мен ұйықтап жатырмын деп ойлап шашымды сипайтын. Мен ол қол жуып жатқанда белінен құшақтайтынмын. Ол маған жоғалып кететіндей қарап қалатын. Ал мен жоғалмадым. Үйдің әр бұрышында, қорада да, орманға таңқурайға барғанда да мен онымен бірге болдым. Оның иісі, тынысы, дөрекі алақандары менде тамыр соғысы секілді өмір сүрді. Бірақ сонымен бірге басқа бір көлеңке де пайда болды. Қою, бір түрлі.
Әлемнен ұрлап алған уақытымыз таусылып бар жатқандай. Бір түні оның ауыр тынысынан ояндым. Ол ояу төбеге қарап жатыр екен. Валера деп сыбырладым. Бізге бірге болуға рұқсат етпейді. Адамдар да, естелікте, өзімізде. Мен оған жабыстым. Айтпа, тек үнсіз болда, мені ұстап тұр. Ол қатты құшақтады, қоштасып тұрғандай. Келесі күні ауыл кеңесінен адамдар келді. Көрші Миша ақсақал мені таңертең Валераның жейдесін алып шыққанымды, қақпа жанында оған қалай қарағанымды көрген. Бізге ештеңе демеді, бірақ ауылда сыбыр басталды, сыбырдың өзі қанат біткендей тарады. Бір аптадан кейін анам қоңырау шалды. Дауысы су. Валерамен бірге тұрып жатқаның рас па? Онымен ұйықтайсың ба? Мен үндемедім. Өтіріктің мәні жоқ еді. Бұл қалай көрінетінін түсінесің бе? Бұл масқара. Ол саған туыстай ғой. Мен жауап бермей, телефонды өшірдім. Жүрегім біреу уысына қысып тұрғандай сығылды. Бірақ кеш еді, мұны түсіндіретін сөз жоқ болатын. Сол кеште Валера үйге келмеді. 9-да да 10-да да. Мен күтіп жалаң аяқ, жұқа түнгі жейдеммен кіре берісте отырдым. Суықтан емес, бос қалғаннан дірілдедім. Ол таң ата келді, мас, кір, беті көгерген. Не болды? Деп ұмтылдым. Ауылдың бір еркегі сен азғынсың депті. Ол төбелескен. Мен не істеуім керек еді? Тұрып үндемей қалуым керек бе? Мен оның жүзін алақаныма алып, еріндегі қанды сүрттім. Ол бұрышқа тірелген аңдай қарады. Кет деді. Ертең ақ кет. Кет, мұнда сені жыртып тастамай тұрғанда. Мен жауап бермедім, тек қасында отырдым. Ол түнде мені қасына жолатпай еденде ұйықтады. Мен жастыққа жылап таңды қарсы алдым. Ертеңіне шынымен заттарымды жинадым. Ол қораға кетіп қоштаспады. Мен де қоштаспадым. Автобуста терезе жанында отырып қолыма оның ескі, сыза түскен оттығын қысып отырдым. Ол әрдайым верандада темекі тұтататын. Хат қалдырмадым, өйткені сөз енді ештеңені құтқара алмайтын. 2 ай өтті. Қалаға оралдым, бөлме жалдадым, сурет курсына түстім. Айталмағанымды кенепке түсірдім. Оның көзін, қолын, иығын, сен менің бәлемсің деп сыбырлаған ернін. Көрмелердің бірінде бір ер адам жақындады. Кешіріңіз, сіз суретшісіз бе? Иә. Сіз бір еркекті жиі саласыз ба? Мен мұңайып жымидым. Мен қалғанын саламын. Ең тыныш түндердің бірінде хат келді. Конвертте кепкен дала жалбызының гүлімен бір жол. Сен қасымда болмасаң да, әлі де менің ішімдесің. Мен еденге жата кетіп, гүлді алақаныма қысып, 2 айдан кейін алғаш рет еркін жыладым. Сол сәтте түсіндім. Махаббат әрдайым бәрі мүмкін жерде өмір сүрмейді. Кейде ол ең мүмкін емес жерді таңдап, сол жерде мәңгіге қалады.